жер бетіндегі эволюцияның жүріп жатқанына миллиондаған жылдар болды. Бұл уақыт аралығында біздің планетамызда көптеген жануарлар мен тіршілік иелері пайда болып, кейіннен жойылып та үлгерді. Солардың тек аздаған бөлігін біз ғылым арқылы танып білдік. Бірақ жойылып кеткен көптеген жануарлар жайлы тіпті ғалымдар да білмейді. Қазба жұмыстары арқылы табылған сүйектердің өзінен көптеген нақты мәлімет ала алмаймыз. Менің арнамда шыққан динозаврлар жайлы видеодағы ақпараттар да тек болжамдар болып саналады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдің. Бүгінгі бейне жазба ұнаса, лүпіл басып, пікір жазып қолдау көрсетіңіз. Ал егер сіз менің арнама алғаш рет тап болған болсаңыз, астыдағы қызыл подписация батырмасын басып, сұрға айналдырыңыз. Барлықтарыңызға жақсы қаралым тілеймін. Жойылып кеткен жануарлардың сүйегін тапқан ғалымдар, олардың мінез құлқы мен өмір сүру салтын қазіргі жануарлармен салыстыра отырып болжамдайды. Тіпті ол жануарлар сол табылған сүйек егелерінің ұрпағы болмауы да мүмкін. Олар тек сол жойылған жануарларға ұқсас, немесе өмір сүру аумағы бір жерде болады. Бірақ осы жойылып кеткен жануарлардың арасында мінез құлқы мен іс-әрекеті бізге жақсы белгілі жануарлар да бар. Ол жануарлардың тікелей ұрпағы біздің заманымызда да кездеседі. Оған қоса олардың мұзда қатып, жақсы сақталған қалдықтары да аз емес. Біздің айтып отырғанымыз мамонттар. Бұл түк басқан пілдер адамзат жерді жолай бастаған кезде өмір сүрген. Соңғы мамонттар 10.000 жыл бұрын жойылды деп есептеледі. Бірақ ақпараттар бойынша ерекше ергежейлі мамонттар солтүстік мұзды мұхитындағы Рангел аралында 3.000 жыл бұрын өмір сүрген. Ғалымдардың пайымдауынша, ол аралда шамамен 300-ден асатын мамонт өмір сүрді. Көне адамдардың үңгірлерінде осы түкті пілдердің суреттері өте көп кездеседі. Ресейдегі Сібір батпақтарында да жақсы сақталған толық қаңқа қалдықтары табылды. Қазіргі ғалымдардың қолында толық қанды сүйек қалдықтары, тері мен түктері бар. Тіпті бір мамонттың асқазаны ішіндегі азығымен бірге сақталған. Бәріне қоса жер бетінде осы мамонттардың алыс туысқаны болып келетін бірнеше піл кездеседі. Жоғарыдағы айтылған деректердің барлығын ескеретін болсақ, адамзат мамонттар жайлы көптеген ақпаратты нақ әрі дәл біледі. Бірақ осындай алып, мықты жануарлар неліктен жойылып кеткені жайлы ғалымдар арасындағы пікір-таластар әлі өз шегіне жеткен жоқ. Бір қарағанда, бұл алыптарға еш нәрсе қарсы тұра алмайтындай. Дегенмен, барлық мамонт түрлері, барлық құрлықтарда бір сәтте жойылып кетті. Мамонттардың неліктен жойылғаны туралы бірнеше нұсқа бар. Ендеше солардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, қаншалықты рас екенін анықтауға тырысып көрейік. Бірінші нұсқа: метеориттің құлауы. Біздің планетамыздың алып метеоритпен қақтығысып, динозаврлар дәуірінің толық жойылғаны жайлы білеміз. Сол кезде жердегі климат түбегейлі өзгерген болатын, жанартау белсенділігі артты. Ал сол заманның алып кесірткелері суыққа төзе алмай, азықтың жоқтығына шыдай алмай қырылды. Бірақ мамонттардың денелері суыққа бейімделген. Мамонттардың төмен температурадан қорғайтын түктері және қалың қарды қазып шөп табатын мүйіздері болды. Үлкен табандары және күшті бұлшық еттері тіпті ең қалың қарда да қозғалуға көмегі тигізетін. Мамонттың ұзын тұмсығы салқын ауаны жылтып барып жұтуға көмектесті. Және көптеген мамонттардың арқасында оғаш дөңес болған. Ол дөңес май сақтайтын аймақ. Қазір осындай май сақтау тәсілін түйелер қолданады. Сондықтан суық ауа райы мен аштықтан бұл керемет жануарлар қорықпаған және ондай жағдайға толық дайын. Осының барлығына қоса алып метеориттің жерге құлағаны туралы дерек дәлелденбеген. Әрине, 12.000 жыл бұрын жердегі климат өзгере бастады. Бірақ ол кезде жердің басқа аспан денесімен соқтығысқан ізін ғалымдар әлі таба алмады. Оған қоса мамонттардың азаюы климаттың өзгеруіне дейін басталып қойған болатын. Ғалымдардың пайымдауынша, шамамен 120.000 жыл бұрын мамонттардың бүкіл планетада кемуі басталған. Екінші нұсқа: қауіпті пандемия. Кейбір зерттеушілер мамонттардың жойылуына себеп болған бейтаныс ауру деп есептейді. Ол ауру вирустың немесе бактерияның салдарынан туындаған. Ал жануарлардың ағзасы бұл ауруға төтеп бере алмады. Сондықтан барлық мамонттар жойылып кеткен. Бірақ мамонттардың сүйектері барлық құрлықтарда кездеседі. Бұл түкті пілдер тек Австралия мен Оңтүстік Америкаға ғана жете алмаған. Олардың арғы аталары Африкадан Европаға, одан кейін Азияға, одан кейін Солтүстік Америкаға қоныс аударған болса керек. Осыдан кейін көптеген уақыттар өтіп, материктер жан-жаққа бөлініп, мамонттар эволюциясы тұрғылықты жерлеріне байланысты өзгерген.
Ол кездегі вирустар қазіргі замандағыдай теңізді асып өте алады ма жоқ па белгісіз. Бірақ ол кезде ұшақтарда, кемелерде болмағаны белгілі. Біздің арғы аталарымыз да мамонттардың жолымен қоныс аударған. Сол себепті де оларда әртүрлі құрлықтарда қалып, соңында теңізбен бөлінген. Салдарынан дене бітімдері, түр пішімдері, түстері тұрғылықты орындарына байланысты өзгерген. Міне сол адамдар көршілес құрлықтар мен мамонттардың жойылғанынан бірнеше мың жыл өткеннен кейін ғана кеме арқылы байланыс құрған. Бұл дегеніміз, ауру мамонттар басқа құрлықта мекендеген туысқандарын теңізден асып өтіп жұқтыра алмаған. Ал олардың бүкіл әлем бойынша қырылуы бір уақытта басталды. Сондықтан бүкіл әлемдегі мамонттардың жойылуына септігін тигізген бір сәтте бүкіл құрлықта пайда болған ауру деген ойға қонбайтын болжам. Үшінші нұсқа. Туысқандық будандастырылу. Бір нұсқа бойынша кішігірім тобыр болып өмір сүретін мамонттар туысқан аралық қатынастарда болған. Бәріне белгілі болғандай, бұндай қарым-қатынастар салдарынан дүниеге әлсіз, ауру ұрпақ келеді. Ондай сал ұрпақ көп өмір сүрмейді, тіпті кейде туыла сала өліп кетеді. Қазіргі пілдерде отбасы болып өмір сүреді, бірақ өз туысқандар арасында қарым-қатынасқа түспейді. Олардың бұл тұста өздерінің тәртіптері бар. Пілдер жанұясы тек ұрғашы пілден және өзінің балдарынан құралады. Ал ер пілдер жалғыз жүріп, әртүрлі топтағы ұрғашылармен қысқа қарым-қатынаста болады. Осының арқасында үйір жаңа қан арқылы жаңарып отырады. Осы табиғи тәртіп мамонттарда да болған деп есептейді ғалымдар. Сондықтан мамонттардың жойылуына туысқан аралық қатынас себеп болды деп айту қиын. Төртінші нұсқа. Жауыз аңшылар. Есептеулер бойынша бірінші мамонттар шамамен 4-5 миллион жыл бұрын пайда болған. Бұл түкті пілдер қазіргі біз білетін пілдерден алып, орташа есеппен олардың бойы 4 метр, ал салмағы 10 тонна. Кейбір мамонттардың бойы 6 метрге, салмағы 12 тоннаға жеткен. Сол заманның ең мықты жыртқышы да бұл алыптардың көбеюіне зиянын келтіре алмаған. Қазіргі пілдердің де мөлшері кішкентай емес. Оларға тіпті арыстандар мен жолбарыстарда шабуыл жасауға өте сирек бел буады. Кейде олар пілдің баласына немесе әлсіреген жалғыз пілге шабуыл жасайды. Бірақ мамонтқа қарсы келе алатын ең жауыз, ең ақылды жыртқыш болды. Ол адам. Көне адамдардың қарны тоқ, көйлегі көк болса болды, жануарлар азаяды-ау деген ойсыз аңшылық жасаған. Сондықтан олардың салдарынан көптеген шөпқоректілер жойылды. Бұл нұсқа бойынша сол жойылғандардың тізбегіне мамонттар да кіреді. Себебі бір мамонт бір тайпаны көптеген күндерге етпен қамтамасыз ете алады. Оған қоса бұл жануарлардың терісінен киім тігіп, үй тұрғызуға болады. Ал сүйектері мен мүйіздерінен қару-жарақ, құралдар мен әшекей бұйымдар жасады. Бірақ осының өзінде ол кезеңдегі адамдардың саны тым көп емес. Ал аңшылық жасайтын қарулары өте қарапайым. Бұл гипотезаны Солтүстік Американың үндістерімен қарастырсақ болады. Ақ адам алғаш рет олардың аңшылық жасайтын өңірлерінде пайда болған кезде, ол жердің жазықтарында көптеген жабайы бизондар жайылып жүрді. Үндістер жыл сайын бизондарға жаппай аңшылық жасап отырған. Бірақ соның өзінде бизондарды жойып жібере алмады. Бизондар тек үндістерде мылтық пайда болған кезде жойылу алдында тұрды. Оған қоса Еуропадан келген колонистер септігін тигізді. Мамонтқа аңшылық жасау қиын әрі қауіпті жұмыс. Ондай аңшылықты ұйымдастыру үшін кей кезде бірнеше отбасы біріккен. Тіпті кейде бірнеше тайпа күштерін қосқан. Оған қоса оларға жылына бірнеше мамонт ауласа жеткілікті болар еді. Бұндай алып жануарларды өлтіру бір жұмыс. Оны бөлшектеп елді мекенге жеткізу тағы бір жұмыс. Терісін кесіп, етін дайындаудың өзі бірталай қиындық туындатады. Сондықтан ол заманның адамдары аз бола тұра, осындай алып жануарларды түбегейлі жойып жіберді дегенге сену қиын. Бесінші нұсқа. Климаттық өзгерістер. Біздің планетамыздағы температура бір кезеңде суық, бір кезеңде ыстық болатынын білеміз. Мұз дәуірлері ыстық замандармен ауысып жатады. Ауа райының бірден суығы жануарлар түрлерінің жойылуына алып келіп отырады. Бірақ мамонттарды мүмкін күннің жылуы жойып жіберді. Шамамен 12 000 жыл бұрын бүкіл әлемде мұз еріп, күн райы ысый бастады. Мамонттар мекен еткен суық тундралар жоқ болып, батпақты ормандарға айналды. Бұл дегеніміз мамонттардың мекен ету аймағы мен азығының азайғанын білдіреді. Динозаврлардың жойылғаны секілді, мамонттардың да жойылуына күннің жылынуы емес, соның салдарынан туындаған өзгерістер себеп болды. Жыртқыштар мен аурулар бұл процесті одан сайын жылжытқан болуы мүмкін. Көптеген ғалымдардың пікірінше, нақ осы нұсқа мамонттардың жойылуына алып келді. Осы бейне жазбаны соңына дейін тамашалағаныңызға алғыс айтамын. Егер сізге ұнаған болса, лүпіл басып астыға өз ойыңызды жазуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро.
келесі қызықты бейне жазбада жолыққанша қош сау болыңыздар.